Қазір Қырғыз парламенті қандай мүмкіндіктер сол Евразиялық ынтымақтастық арасындағы одақтың арасындағы біраз мәселелерді қарап жатыр, шекараға байланысты. Сондықтан егер ол шекараға байланысты бізге заң шеңберінде ұсыныстар болатын болса, әрине біз үкімет тарапынан ұсыныс келсе, біз қарауға мүмкіндік жасаймыз. Қырғызстан мен Қазақстанның қарым-қатынасы жақсы дәрежеде деп мен ойлаймын. Кейбір мәселелер бойынша үкіметаралық келісімдер жүргізілуі мүмкін, сол арқылы оларды шешуге болады. Жалпы парламентте бір мемлекеттің жағдайын талқылау, олардың ішкі жұмысына араласу, мен ойлаймын, ол дұрыс емес. Бұл парламент шешетін мәселе емес, ол үкіметаралық шешілетін дүние, заңдастырылған дүниенің барлығы, заң бойынша мәселелердің барлығы шешілген, парламенттің компетенциясына кіретін мәселе емес. Мен бүгін түн басында салық кодексінен отырдым. Жауап бере алмайсыз ба, яғни? Жауап бере алмайсыз ба? Жоқ. Алдымен ұсыныс білдіріп жатырған парламент мүшелері талқылап алғаннан кейін, оны енді парламент мүшелері, басшыларымыз толығымен өздері мәселені қарастырып шешіледі деп ойлаймын.